Бұл видеоның 6-шы бөлімі Борис Ельцин және де республикадағы тәуелсіздік алған жылдардағы өзгерістері және де купон туралы жекешелендіру ісі қалай іске асты және олигархтар қалай көбейе бастады. 92-ші жылдың аяғында Ельцин жаппай жекешелендіруге серпіліс берудің тәсілі ретінде тегін ваучерлер бағдарламасын іске қосты. Бағдарлама аясында барлық Ресей азаматтарына таңдаулы мемлекеттік кәсіпорындарының акцияларын сатып алу үшін әрқайсысына номиналды құны шамамен 10 мың рубль болатын ваучерлер берілді. Әрбір азамат бастапқыда бірдей номиналды ваучер алғанымен бірнеше айдың ішінде олардың көпшілігі бірден қолма-қол ақшаға сатып алуға дайын делдалдардың қолында болды. Солайша 95-ші жылы Ельцин Ресейдің өсіп келе жатқан сыртқы қарызын қаржыландыруға және осылайша енді барлығы жаңағы өздеріне тиесілі акциядан айырылған. Енді 95-ші жылы Ельцин Ресейдің өсіп келе жатқан сыртқы қарызын қаржыландыруға және 96-ші жылғы президенттік сайлауға қатысу үшін ресейлік бизнес элитаның қолдауына ие болу үшін көрсетіп жатқанда, Ресей президенті Ресейдің кейбір ең құнды мемлекеттік кәсіпорындарының акцияларын ұсынатын жекешелендірудің жаңа толқынына дайындалды. Банк несиелеріне айырбас болды. Бағдарлама жекешелендіру жеделдету үшін үкіметке оның операциялық қажеттіліктерін өтеу үшін қолма-қол ақша беруді қамтамасыз етудің бір жол ретінде алға тартылды. Енді қарап тұрсаңыз, мына жерде аударма дұрыс емес болған бір-екі. Енді толық түсіндірме беретін болсақ, ол 96-ші жылғы президенттікке ие және де экономика Ресейдің нашарлап кеткен тұсы, сондықтан ол жаңағы олигархтардың қолдауына ие болды біраз, және де шетелдік инвестицияға ие болды. Шетелдік компаниялардың инвеститорлық жасауына мәжбүр болып, біраз құнды акциялардан айырылған болу керек, және де шетелге банкке қарызға отырған Ресейдің атынан. Енді дегенмен бұл мәмілелер 90-шы жылдардың ортасында олигархтар деген атпен танымал болған қаржы, өнеркәсіп, энергетика, телекоммуникация және бақ саласындағы магнаттардың шағын тобына құнды мемлекеттік активтерді тиімді тарту болды. Бұған қарапайым халықтың жолдамаларын қолма-қол ақшаға сатуды себеп болған. Ваучер енді қарапайым халық аз ақша бергенге риза болып, активтерін бәрін беріп болған, оның бәрін бас істейтін мықты адамдар алған, олар олигархтар болып шыға келген, барлық қаржыға қатысты өнеркәсіп, энергия, телекоммуникация, бақ, бұқаралық ақпарат құралдар бәрін осы олигархтар алған. Бұған осы қарапайым халықтардың қолма-қол ақшаға сату себеп болған. Ваучерлерді инвесторлардың шағын тобы сатып алды. 96 жылдың ортасында қарай ірі фирмалардың қомақты үлестерін аздаған адамдар өте төмен бағамен сатып алды. Бірнеше банктер мен ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарының негізгі акцияларын бақылайтын Борис Березовский Ельциннің ең көрнекті жақтастарының бірі болды. Березовскиймен бірге Михаил Ходорковский, Владимир Потани, Владимир Богданов, Рем Вяхеров, Вагит Алекперов, Александр Соломенский, Виктор Бексельберг, Михаил Фридман және бірнеше жылдан кейін Роман Абрамович бұқаралық ақпарат құралдарына ресейлік олигархтар ретінде аталды дейді. Енді осылар үлкен ықпал етеді, биліктің бәрі, ақшаның бәрі осыларда болғандықтан өздерінің қолында билік қалу үшін барлық іс-әрекеттер жасауы мүмкін. Енді 96-шы жылы президент сайлауы болады. Содан енді 96 жылдың ақпанда Ельцин жазда өтетін Ресей президенттік сайлауында екінші мерзімге үміткер болатынын мәлімдеді. Бұл хабарландыру Ельциннің денсаулығына байланысты және Ресейде танымалдылықтың күшеюіне байланысты саяси мансабын аяқтады деген бірнеше аптаға созылған болжамдардан кейін жасалды. Ол кезде Ельцин бірнеше инфаркттан айығып жатқан болатын. Оның анда-санда тұрақсыз мінез құлқын отандық және халықаралық
бақылаушылар да атап өтті. 96 жылдың басында үгіт насихат жұмыстары басталған кезде Ельциннің танымалдыққа жоққа жақын болды. Себебі Ельциннің авторитеті 96 жылы 100%-дан уже 0%-ға түскен. Себебі коррупция өсіп кеткен, дұрыс емес іс-әрекеттер, конституцияны өз қалауынша өзгертіп алған, тек қана өзінің қолына билікті алып алған осындай сәттер болды. Осы уақытта оппозициялық коммунистік партия 95 жылы 17 желтоқсанда парламенттік дауыс беруде жеңіске жетті, және оның кандидаты Геннадий Зюганов күшті бастауыш ұйым болды. Әсіресе ауылдық жерлерде және шағын қалаларда және халықаралық аренадағы кеңестік бедел мен мемлекеттік социализм кезінде ішкі тәртіптің ескі күндері туралы естеліктерді әсер етті. Геннадий Зюганның бір еске түсіретін сәті осы КСРО-дағы жақсы жағдайды халыққа айтып, осының авторитеті жоғарырақ болып тұрған екен. Осымен ең беделді президент болатын адам 96 жылы қазіргі президент Ельциннің өзі, және де халықтан көп қолдау тапқан Геннадий Зюганов болған екен. Сауалнамалар науқас президенттің жеңіске жете алмайтынын көрсеткенде, Ельцин командасын дүрбелең басты дейді. Ельциннің командасы ол өзінің жақтастары мен жаңағы олигархтар. Оның айналасындағы кейбір адамдар оны президенттік сайлаудан бас тартуға және сол кезден бастап диктатор ретінде тиімді билік етуге шақырды. Яғни диктаторлықты арғарап жалғастырып, орнына біреуді қойып, осындай іс-әрекет жаса деген сияқты ұсыныстар жасаған екен ол Ельцинге. Оның орнына Ельцин өзінің сайлауында тобын өзгертіп, басты рөлді өзінің қызы Татьяна Дьяченкоға тағайындады, және Чубайсты науқанды басқарушы етіп тағайындады. Чубайс Ельциннің сайлау алды науқанның жетекшісі және Ресейдің жекешелендіру бағдарламасы бойынша кеңесшісі қызметін атқарып отырып, жекешелендіру бағдарламасын бақылауды Ельциннің қайта сайлануына науқаны құру ретінде пайдаланған екен. Енді бұл мәлімет мынау 96 жылғы сайлаудың екінші тұруының нәтижелері. Ельцин жеңген аймақтар сұр белгіленген. Ельцин көп аймақтан жеңген екен. Қарап тұрсаңыз, басқа ұлт секілді мынау Кавказ және татар елдері таңдамаған болып тұр, және де толықтай мәліметтен сәл жұрдай деп саналатын Иньют, Сібір жақтары жақтау алған болып тұр ғой мына жерде. Енді 96 жылдың ортасында Чубайс пен Ельцин науқанын банкролдау және ұлттық теледидарда және жетекші газеттерде президент туралы қолайлы бұқаралық ақпарат құралды жақсы жаңалықтарды көрсетуге кепілдік беру үшін қаржы немесе медиа олигархтардың бір уыс командасын жолдады дейді. Осылайша медиа мен теледидарда Ельцинді мақтай берген, тек қана осы 96 жылға дейін болған жетістіктерді айтып көрсете берген олигархтардың жақсы заводтарын, сондайларды көрсетіп, халыққа Ельцинді мақтау туралы іс-әрекет жүрген. Керісінше Чубайс жақсы байланысы бар ресейлік бизнес басшыларының Ресейдің ең құнды мемлекеттік активтерінің басым бөлігін сатып алуға рұқсат берді. Михаил Лесиннің күш-жігерімен бақ Ельцин мен тоталитаризмге оралу арасындағы Ресей үшін тағдырлы таңдаудың суретін салды дейді. Олигархтар егер коммунистік президент болып сайланса, азаматтық соғыс қаупін тудырды дейді. Осылайша тоталитаризм жаман еді, КСРО, Ельцин мықты қылды деген сияқты Ельцин туралы жақсы жаңалықтар халыққа таралды. Жақсы жаңа теледидардан оны көрген Ельцин мықты деп ойлады. Мықты газеттердің барлығында Ельцин туралы жақсы нәрсе беріп, бұқаралық ақпарат құралымен халықтың миын улап, солай басқарған болып тұр ғой. Америка президенті Билл Клинтон да сайлау науқанына кірісті. Америкалық кеңесшілер Ақ үйдің нұсқауымен Ресей президентінің сайлаудың жаңа әдістерін үйрету үшін сайлау алды штабына қосылуға жіберді. Еуропаның бірқатар үкіметтері де Ельцинді қолдайтынын көрсетті. Неге қолдамайды? Себебі олардың біраз компаниялары Ресейден
пайда тауып Ресейді сорып жатыр, және Ресейдің дамымағаны ақш-қа өте тиімді. Енді Ельциннің кандидатурасы жарияланған күні 14 ақпанда Мәскеуге Франция премьер-министрі Аллен Жюпе барды, және сайлау науқаны президент Ельциннің реформалық саясатының жетістіктерін көрсетуге мүмкіндік береді деп үміттенетінін айтты. Сол күні Германия канцлері Гельмут Коль Мәскеуге барып, Ельциннің өзінің міндеттемелерін әрқашан құрметтейтінін абсолютті сенімді серіктестік ретінде көрсетті. Енді президент болып кім сайланбасын, кез келген мемлекеттің президенті сол мемлекеттің сайланған кім сайланса да барып құттықтай беретін нәрсе ол. Бүткіл мемлекет, бүткіл дүниежүзі қолдады деп көрсету негізі дұрыс емес бұл жерде. Оны президент болып сайланған үміткердің ішінде кім президент болса, барлық мемлекеттің президенті сол адамды құттықтайды. Молодец, сен ұтады деп ойладым деп. Так что оған алданбау керек негіз халық. Келесі, Ельцин өзінің денсаулығына қатысты алаңдатушылықты сейілтіп, жігерлі үгіт жүргізді, және бұқаралық ақпарат құралдарына жоғары беделді ұстады. Ельцин өзінің танымалдылығын арттыру үшін өзінің кейбір ұнамсыз экономикалық реформаларынан бас тартуға, халықтың әл-ауқатын арттыруға, Шешенстандағы соғысты тоқтатуға, жалақы мен зейнетақы қарыздарын төлеуге уәде берді. Ельцин халықаралық валюта қорының Ресей берген 10 миллиард ақш доллары көлеміндегі қарызын мақұлдаудан пайда көрді дейді. Бұл оның үкіметін сақтап қалуға көмектесті. Осындай уәде жасапты дағыны президент бола қалған ғой енді бұл сайлауда. Ельцин ресурстары мен қаржылық қолдауы жоқ Зюганов. Ал Зюгановта ешқандай ресурс жоқ, әлі президент емес, қаржылық қолдау жоқ. Оның алғашқы күшті көшбасшылығының әсерінен ақ көрді. Ал 16 маусымда бірінші турдан кейін Ельцин бірінші турда 3-ші орын алған Александр Лебедті Ресейлік қауіпсіздік кеңесінің хатшысы етіп тағайындады. Соңғысынан бұйрығымен қорғаныс министрі Павел Грачев қызметінен босатылды. Ал 20 маусымда қызметінен босатылды. Оның бір қатар силовиктері, олардың бірі оның президенттік қауіпсіздік бөлімінің бастығы Александр Коржаков болды. Оны көпшілік Ельциннің беделі мұңы деп санайды. 3 шілдеде өткен сайлауда екінші турында 68-9 қатысқан Ельцин 53-8% алған, ал Зюганов 40-7 дауыс жинап, қалғандары 5-9 екеуіне де дауыс беруден бас тартып қарсымыз деген екен. Осылайша Ельцин президент болып кетеді. Себебі медиа арқылы халықты өзіне қаратып, жақсы жағынан көрсетіп, ал Зюгановта билік медиа қолында болмағандықтан көрсете алмады бүткіл халыққа өзінің идеяларын. Енді 96-99 жылы екінші мерзімі президенттің. Ельцин 96 жылы қарашада бірінші жүрек шунттау операциясын жасап, бірнеше ай бойы аурухана жатты. Оның президенттігіне кезінде Ресей халықаралық валюта қорынан және басқа да халықаралық несиелік ұйымдардан 40 миллиард ақш доллар көлемінде қаражат алды. Алайда оның қарсыластары бұл қаражаттың басым бөлігі Ельциннің айналасындағы адамдар ұрлап шетелдік банктерге орналастырды деп айыптады дейді. Осымен бұны тамамдатайық, және бір абзацты оқып. 98 жылы Ельцин үкіметті өз қарыздарын өтей алмаған кезде саяси және экономикалық дағдарыс пайда болды. Бұл 98 жылы Ресей қаржы дағдарысында қаржы нарығынан дүрбелеңге түсіріп, рубльдегі құлдырауын тудырады. 99 жылы Косово соғысы кезінде Ельцин НАТОның Югославияға қарсы әрекеті науқанына үзілді-кесілді қарсы шықты, және НАТО Косовоға құрлықтағы әскерлерін орналастырды. Ресейдің араласуы мүмкін екенін ескертті. Ол теледидардан берген түсініктемелерде мен НАТОға, американдықтарға, немістерге айттым, бізді әскерге әрекетке итермелемеңіздер, әйтпесе еуропалық соғыс және мүмкін дүниежүзілік соғыс болуы мүмкін деді депті. Осымен бұны бітірейік, келесі жолы көресіздер.